Бәріңізге сәлем, менде бүгін Гүл ханым. Бірінші жылы су, тұзымызды салып, жұмыртқамызды салып, араластырып, қамыр елейтін боламыз. Одан соң начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін картоп, сәбіз, пияз және де қара бұрыш пен қызыл бұрышты араластырып, фаршымызды саламыз. Одан кейін сұйық май құямыз және де араластырып қоямыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөлеміз, елеп қоямыз 10 минутқа. Ал енді жаямыз қамырымызды. Жайып болғаннан соң кесіп шығамыз ұзындап, қалыңдау қылып. Ал кесіп болғаннан соң осылай салып, начинкамызды салып алып, түйіп шығамыз. Арасынан міне кішкене қалдырып кетіп жатырмын. Және де енді ораймыз. Болғаннан кейін 40 минут уақытқа мантоваркада пісіретін боламыз. Міне осындай болып пісті. Өздеріңіздің қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Ас болсын.